Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай екі түрлі бургер жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен сүтімізді құямыз. Менде сүт пен су араласқан. Осының үстіне ерітілген сары майымызды құйып, қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Мен екі түсті бургер жасаймын. Сол себепті сұйықтығымызды теңдей екіге бөліп аламыз. Мен қара және қызыл бургер жасаймын, ал сіздер тек бір түсті ғана қолдансаңыздар болады. Екеуін теңдей бөліп алдым. Енді красителімізді қосып жақсылап бір араластырамыз. Дайындаған сұйықтығымыздың үстіне дрожжымызды теңдей бөліп салып, бетін пищевой пленкамен жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Біздің апарамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай бетінде көпіршіктері пайда болды. Енді осының үстіне тұзды салып, ұнымызды салып, біртіндеп жұмсақ қамыр илейміз. Нанымыз қолға жабысқақ болғандықтан үстіп қолдарыңызды міндетті түрде майлап отырыңыздар. Ұнды 270 граммнан артық қоспағандарыңыз дұрыс. Қара түсіне 270 грамм, қызыл түсіне 270 грамм ғана. Қамырымызды илеп болдық. Енді көтерілгенше 1-1,5 сағатқа бетін жауып жылы жерге қоямыз. Әзірше бургердің котлетасын дайындайтын боламыз. Бізге керегі фарш, пияз, тұз, қара бұрыш, 1 жұмыртқа және кетчупты қосып жақсылап араластырамыз. Осы котлетамызға кетчупты қосқанда ерекше дәм беріп тұратын болады. Біздің әр котлетамыз 130 граммнан болуы қажет. Барлық котлетамызды бірден дайындап қоймаймыз. Біреуін дайындап, дайын болғаннан кейін бірден пісіріп отырамыз. Котлетамыздың формасы үлкенірек болғаны дұрыс. Себебі қуырған кезде оның формасы кішірейіп қалады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай алақаннан сәл үлкенде қылып жасауымыз керек. Енді қызып тұрған майға екі жағын жақсылап қуырып аламыз. Менің қамырым жақсы көтерілді. Мен осылай бірнеше бөлікке бөлдім. Әр бөлігі әр булочки, яғни 80-90 граммнан болғаны дұрыс. Осы булочкаларымызды енді үстін осы целлофанмен жауып, тағы да 15-20 минутқа қалдырамыз, жақсылап көтерілу үшін. 15-20 минут уақыт өтті. Көріп тұрғандарыңыздай көлемі 2 есе үлкейді. Енді осының бетіне жұмыртқамызды толығымен жағып, бетіне кунжут себеміз. Кунжутты көбірек сепкен дұрыс, себебі кескен кезде кунжутымыздың жарысы түсіп қалады. Мен пешімді алдын ала қыздырып қойдым. 180 градуста 20-25 уақыт аралығында пісіреміз. Біздің булочкаларымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет піскен.
Біз енді сырымызды ертіп алатын боламыз. Осылай обычный сырды күнделікті қолданып жүрген осындай бөліктерге бөліп, духовкаға немесе жаңағы сковородкаға үстіне қойып ертіп алатын боламыз. Бізде барлығы дайын, енді бургерімізді құрастырамыз. Кетчуп пен майонезді жақсылап біріктіріп аламыз. Ең алдымен булочкаларымыздың орталарынан бөліп аламыз. Ең алдымен соусымызды жағамыз, 2 чай қасықтан салсаңыздар болады. Одан кейін салатный листьямызды саламыз, оның үстіне котлетімізді саламыз, қызанағымызды саламыз, оның үстіне тұздалған қиярымызды қоямыз. Енді жаңағы ерітілген сырымызды қоямыз. Осымен біздің бургеріміз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.